Жеті ата. Қазақта салт бойынша әр отбасы өз перзенттеріне жастайынан жеті атасын айтып түсіндіру керек. Себебі баланың оң солын танығанға дейін жеті атасын білмеуі үлкен айып саналған. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жердеп, жеті атасын білуді өте жоғары бағалаған. Қазақ халқы жеті атаға дейінгі барлық адамды өзінің жақын туысы санайды. Жеті атасын анық білген ұрпақ кімнің жақын, кімнің алыс екенін ертерек білетте, қыз ұзатып, жар таңдауда, той томалақ пен өлім жітімді атқаруда білместік істерден аулақ болады. Қазақтың ата тек атаулары: ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене.